Сәлеметсіздер достар. Бүгін мен үшін ерекше орны бар. Өрмекші адам 2 фильмде шалы жасаймыз. Бірінші бөлім көрмесеңіз, жоғарыдағы сілтемені басыңыз. Кино басында MJ'дің суретіне қарап, мына қызға жермеймін деп айтқан, мен ба деп айтып жатқан жігіттің дауысы. Сөйтсе ол қыздың билбордтағы суретінен тамсанып, өз болса мопедте соғылуға әзер қалып жұмысына келеді. Бастығы: балақай, сен әрдайым кешігесінде жүресің. Пиццаны 7 минутта мына адреске апаруға жетсің. Үлгермесең жұмыстан шығасың. Көтіңді айда бар деп асықтырады. Кептеліске толы көшелермен келе жатыр. Сағат қараса 4 минут қалыпты. Уақыт жоқ. Бұрылысқа жүгіре кетіп, еркек қараса пицца ұстаған өрмекші адамды көріп, ол не, пицца ұрлады ма деп аузы ашылып тұрғанда, қызыл светофордан өтіп бара жатқан балаларды көріп, қолындағысын тастай салып көмекке келеді. Ал тасталған пиццасын аузы сасып ұйқысына тұрған еркек байқап қалады. Өрмекші затын алып тіптен бір бөлшегінде жегізбейді. Байқысай, ішке кіріп тағы да оқалақтанып, гардеробты жаба алмай, ресепшнге келсе, уақытты көрсетіп, жоқ, 1 минут кешіктіңіз, енді пиццаға төлемеймін деп тәлпіштеніп алады. Балаларды құтқарам деп жігіт жұмысынан айырылады. Мына жақта жекеңде: Паркер, сәлем, кет жұмыстан. Паркер, кет жұмыстан. Неге? Не мына суреттер? Жексұрын өлмекшінің фотолары қайда деп тұрып, тағы да әйелі қоңырау шалып, миын ашытып отыр. Ақыры фотоларды берсе, былай шығарамыз. Маскадағы жексұрын қаланы қорқынышта ұстап жатыр. Басқалары: жәке, ол жаман емес десе, жабаусың деп сөйлетпейді. Мә Паркер, $120. 350 беріңізші. Ұяласыңдар ма өзі? Мақұл, ал, кет бар енді, жоғал деп мыжиды. Хатшы Бетти Бранд аз ақша берді, мұңайма деп жұбатады. Универге кешігіп, жолай кітаптар түсіп, біреу басынан соғып, біреу кітабын басып, зорға тұрып еді. Доктор Коннорсқа соғысып: балам, сабақ бітті, енді кешіксең зачеткаға баға қоймаймын. Доктор Октавиуспен ғылыми жұмыс жазуға кірістейді. Үйіне кіріп қалса, MJ, Мэй апамыз, Гарри бәрі қарсы алады. Не болып жатыр? Жаным-ау, туылған күнің ғой деп құттықтайды. MJ-ден спектакльге түсіп жатсың ба деп, артынша достысымен: сенің көмерің Октавиуспен күшті жаңалық ашайын деп жатырмыз. Мен сені онымен таныстырамын. Айтпақшы, MJ-ді сындыра алмай жүр едің ғой. Енді ол саған сынғанда жүріп кетпейсің ба десе, уақытым жоқ дегенде: сен ана өрмекеңді түсіріп жүр екенсің ғой, оның кім екенін білсең маған айтар ма едің деп жақтырмай сұрайды. Питер апасының почтасына қараса, газ, суларға қарыз болып қалыпты. Сонда да студентке: мә балам деп, соңғы $20 беріп, Бен көкеңді қатты сағынып жүрмінші деп көзі жасқа толады. Қоқыс тастай деп шықса, тағы да MJ-ді жолықтырып, қызға мен сені деп бастап, тағы да тіл байланып қалады. Қыз: сені түсіне қоймадым ше, білесің бе, мен бір баламен сөйлесіп деп, Питер тағы да мөлейіп, ертең сенің спектакліне барамын дейді. Пәтеріне келсе, тірі тышқанға ұқсап кеткен мистер Диткович: пәтер ақшасы қане деп, мен бере алмаймын, менде міне осы соңғы $20 ғана бар десе, жалп етіп тартып алып, артындағы арық қызы Питерге сәлем деп тұрып, ептей алмай тамағын жандырып алады. Көдінде көк тиыны жоқ жігіт қаусап қалған пәтерде тұрып, жағдайы мәз емес. Таңертең жуына кірерде Диткович оны елемей кіріп кетіп, қайта ашып, пәтердің ақшасы деп маңқылдайды. Кейінде доктор Октавиусқа Питерді таныстыруға келеді. Мен қазір сіздің жұмысың жайлы зерттеу жазып жатым десе, ол қазір уақытым жоқ деп еді. Гарри былай қараған соң: ал мақұл, инвестициядан айырылып қалармыз деп келіседі. Сен Коннорстың студентсің. Иә, ол сені ақылды, бірақ еріншек деп сипаттады. Ақыл дұрыс жолда қолдану қажет, есіне болсын дейді. Октавиус өзінің зерттеуін көрсетеді. Шексіз қуат беретін күннің энергиясы. Питер: бұл қауіпті емес па дейді. Әйелі: уайымдама, күйеуім бәрін ойластырып қойған, ертең демонстрацияға кел дейді. Октавиус әйелін қалай жақсы көретін, қалай кездестіргенін айтып, қыздың жүрегін жаулаған келсе, поэзияны қолдан дейді. Пыталась мне разъяснить Эллиота. Кейін Питердің кір жуу орталығында өлең оқып отқан көреміз. Киімін алса, костюммен араласып құртылыпты. Үйге гардеробынан мына 2 киімді көреміз. Жігіт MJ-дің спектакліне әзірлене бастайды. Шығарда тағы да Диткович ақша қайда деп туалетін ашып шығады. Спектакль жаймен басталып, MJ кім келер екен деп алаңдап жатыр. Қызға гүл алса деп аз айтып береді. Мопедінде көңілді күймен келе жатыр еді. Қашып келе жатқан қылмыскерлер басып келгенде, оның бұндайын көрген балақайлар: қалай істедіңіз? Дейзи мен Гаррила ішпеңдер деп күлімсірейді. Анда полицей көлігі соғысып, ұшып адамдарға құлайын деп тоқтап қалады. Қалайша, бұл өрмекші адам.
ұшып келіп бірінші бұлай жасап, артынша осылай жасап тірлікті 1 минутта шешіп тастайды. Спектакльде MJ рөл ойнап отырып, көрермендерге қараса, ойбай, міндетті түрде келем деген Питерді байқамайды. Жігіт асықыстап қылмыскерлердің көлігімен келіп полицейлік алып кете берейін ба? Иә, өзің білесің деп кірсе, күзеттегі еркек аяқ киім байлаңыз, галстук түзеңіз деп тұрып кірейін десе, болды, енді ешкімді кіргізбейміз деп жігітті баландырады. Сыртта отырып бір әйелдің деп бір тілі өлеңді тыңдап отқанда спектакль аяқталып, MJ шығып, оны күтіп тұрғандай болып еді, бірақ басқа жігіт келіп сүйіп алады. Тағы да полицейлік көліктер өтеді. Қыз кетіп баратып, артына қараса, ешкім жоқ. Ызаға беріліп, тағы да қылмыскерлер аулауға баратып деп өлердей құлайды. Маған не болды деп атып қалса, жіп шықпайды. Төмен қараса, бас айналады. Сөйтіп амал жоқ, қарапайым адам сияқты сыртқа лифтпен түседі. Қасындағы жігіт костюм әдемі екен. Рахмет. Сатып алдым ба? Өзім тігіп алдым. Ыңғайсыз шығар. Иә, кейде қысың қылайды. Бір тілі жағдай. Сөйтіп біреуге көмектесен деп күні быт-шыт боп үйіне қайтады. Ертесі қызға қоңырау шалады. Үйіне келген ренжеулі қыз автохабарға әбден ақталып жатқан жігіттің тұтқасын алмайды. Минута біткен соң өтіріктен сен жайлы менің жауларым білсе өзімді ешқашан кешірмеймін. Сондықтан бірге бола алмаймыз деп сөйлесе қалай болар екен дейді. Кейіндеу доктор Октавиустың жаңа жаңалығының демонстрациясына келеді. Еркек бүгін өте арзан энергияның көзі болатын жетістігімді тамашалайсыздар. Ал міне бұлар менің көмекшім болады деп жамылғыны ашады. 4 аяққа жақындап, олардың инесін өзіне енгізеді. Сосын біраз жоғары қарап, ақыры оларды жаймен ойша қимылдатып, бұлардың жасанды интеллекті жоғары десе, біреу ондай болса, олар сіздің санаңызға әсер етпей ме дегенне, жоқ, оларды шектен шығармайтын чип ингибитор бар деп түсіндіреді. Құрылғылар жұмысына кірісіп, міне, мына кішкентай нәрсе 3D. Бұндай жер бетінде өте аз. Бұған инвестиция жасаған Гарри мен Оскорб компаниясына алғысын айтып, әйеліне қарап, ал кеттік дейді. Құрылғысын қосып, көмекші доктор синтез реакциясы сәтті қосылды дейді. Бәрі шапалақ ұрады. Доктор оған қарап, күннің күші менің қолымда дейді. Питер сол арада жерге қараса, заттар өзімен өзі күнге тартылып жатқан байқайды. Адамдардың темір заттары жаппай күнге қарай тартыла кетеді. Дәкең, бәрі дұрыс, уайымдамаңыздар дейді. Гарри қараса, Питер жоқ. Процестің істен шыққан айдай анық болса да, доктор жоқ, бәрі норма деп қоя қоймайды. Гарри, тоқтаңыз деп айқайлап тұрғанда, өлмекші келіп құтқарып қалса, бұл еш нәрсені өзгертпейді дейді. Өлмеген келіп құрылғыны сөндірмекші еді, Октавиус деп құлатады. Әйнектер сынған сәтте олардың біреу барып Октавиустың әйелін айқайлаған күйі өмірінен айырады. Артынша докторды доғалып, чипін істен шығарып жібереді. Питер барып зорға құрылғыны ақыры сөндіреді. Дәкең талып қалады. Гарри, жаңалығымыз күлге айналды. Ана өрмекші адамды қыстырылып мені құтқармай қоймай ма деп шыны келеді. Іштен Питер де киініп шығады. Кешке ауруханада есі жатқан дәкеңнің арқасына Кеннеди жабысқан қармаушыларды кесуге дайындалып тұр. Доктор енді кесейін деп еді, бір нәрсе қимылдағандай болады. Кеттік ал, кесейік. Қармаушылар өзімен өзі адамдарды шетінен қыра бастайды. Ал доктор әлі ессіз жатыр. Байқұс әйел жерді тырнап өлсе де тартып кетеді. Шыңғырған әйел, ол да өледі. Еркек араны зорға алып кесейін десе, бір қармаушының қасына бәрін көріп тұрған үшеуі қосылады. Қармаушылар есіне келген Октавиусты оятады. Еркек болғанның бәрін есіне түсіріп, жоқ деп бәрі қосылып қайғырады. Атып тұрып сыртқа шығады. Такси соғайын деп қалып еді, ойыншықтай лақтырып жібереді. Еркек қармаушылардың күшіне таңғалып, полицейлік даусын естіп еді, қала шетіндегі бір ғимаратқа келіп қоныстанады. Daily Bugle. Мыжың Джей Джона Джеймс. Анаған гоблин дедік. Енді мына есінен айырылған ғалымға не ат қоямыз? Көмекшісі теңіз құрты. Доктор Стрэндж. Доктор Сегізаяқ. Не оқып еттің? Міне ойлап таптым. Доктор Сегізаяқ. Көмекшісі иә, сіз ойлап таптыңыз деп сүмірейеді. Питер келсе, кеше оқиғада неге өлмекшін сүрмедің? Бар құр, жұмыстан шықтың. Жоқ, ертең ұлымның банкеті, фотограф керек. Кел жұмысқа қайттан кірдің. Қарсыға ақша ауыса тұрмайсыз ба десе? Деп күліп, кет көзіме көрінбей дейді. Сегізаяқ мұнда бәрі тынды. Жұмысым да жоқ, әйелім де жоқ. Өле салған дұрыс деп тұрса, қармаушылар бір нәрсе сыбырлағандай болады. Бұл қалайша деп артындағы оларды басқаратын шиптің күйіп кеткендігін түсінеді. Қармаушылар миын улап, жұмысын қайта жасауға көндіреді.
күннің күші менің қолымда. Ешкім менің жолыма кедергі келтірмейді. Банкте Мэй апамызбен Питер кредит алмақшы болады. Апамыз жалмағай қызметшіге қанша айтса да ол көне оймайды. Сол арада банкке сегізаяқ келіп, есігін сындырып, былай лақтырады. Апамыз Питердің тұра салып тайып қалғанын көреді. Қызметкер: "Неткен батыл. Бірінші болып көтін жоғалтты ғой" дейді. Октавиуске полицейліктер келеді. Баре деп шашып тастайды. Ақшаларды қаптап жинап жатыр. Тағы да бір кедергіні байқайды. Топырлатып ақша лақтырады. Балмызды алып жүр. Шыбатпақшы еді, атпай қалады. Ақыры тигізеді. Бинго. Анда жалмағай қызметкер бір тиын ұрлайын десе, ұстап алып, "Сен жекеме тие бастадың. Питер, мен бұның қаш шеберім" дейді. "Сау бол" деп басын қыса бастайды. Ақыры жібі атылып, сыртта автокөлікті бөлшектеп тастайды. Полиция келеді. Халық арасынан Мэй апамызды тұтқынға алып құтылады. Жоғардағы кабинеттерден бірнеше бір дауыс шығады. Қыз барып қалса, өлмекші келіп, "Әкел оны маған" десе, "Ой, түсіп кетті" деп тастай салады. Апамызды жіппен ұстап, лақтырып үлгереді. Ана екеуі әлі қырылып жатыр. Апамыз қол шатырын бір нәрсеге іліп үлгереді. Өлмекші өлмелеп баратыр еді, тағы бетбұрыс, қырылыс. Питерді арғы үйге қонаққа жібереді. Апамыз қолы тайып, енді құлайын деп қалса, қасынағы мүсінге қарап, рахмет айтқан сойды, қайттан сегіз аяққа. "Енді келсең, мына ел өледі" деп кел дейді. Өлмекші жіп тартып, ұшып келе жатыр еді, қармаушынан жасырын үшкір шығады. Енді соққы жасайтын сәтте апамыз неткен жексұрынсын деп қол шатырмен беріп қалады. Әйелі тастай салады. Оны құтқарып, жақсылап сасайын бердік-ау деп ұшып кетіп, қыздар "Мен алып кетші" деп шұбырып келеді. Кешке планетарийдегі банкет. Питер десерт жейін десе, ал суретке түсірейін десе, басы ашылмапты. Градусы бар Гарриге келсе, тағы да мұжып, "Өлмекші неге қорғашты бересің? Ол менің әкемді өлтірді ғой" деп миын шайнайды. Жәкең "Мынамен, анамен суретке түсірші" деп алып кетіп, сахнаға Жәкеңнің астронавт ұлын шақырады. Питер қарап қалса, жігіттің қасындағы қызды көреді. Қызды бір қарап көзін алады. Десерт алайын десе, тағы да үлгермейді. Отырған МЖге келіп кешірім сұраса, қыз "Қойшы, шаршап кеттім" десе, жігіт қуып, орынсыз поэзия айтып кетеді. "Менің спектакльме Мэй апам, Гарри, тіптен алкаш әкем де келді. Бірақ маған ең маңызды адам келіп көре алмады" деп жыныстайды. Тағы бір бокалды алып ішіп қалса, Гарри тағы келіп, "Менің досымсың ба, кімсің өзі? Менен МЖді алып кеттің. Менен әкемнің махаббатын алып кеттің" деп бетін шапалақпен беріп қалып, оған қоса Жәкеңнің ұлы, ханым мен мырзалар, МЖ менің әйелім болуға келісім берді деп Питердің жүрегіне пышақ қадайды. Жәкең Питер сүр деп ойын қорту үшін ұшып келе жатқанда, тағы да бір жібі шықпай қалып, өлердей жерге құлайды. Не болып жатыр өзі? Атады, шықпайды. Дуалға шайын деп еді, жартысына барып құлап көтке отырады. Газет алып, көзі көрер-көрмес оқса, "Өлмекші мен сегіз аяқ банктонада" деген жаңалық оқиды. Байғұстың жолы болмай жүр. Мына жақта сегіз аяқта уақыт жоқ. Заттар сатып алып, құрылғысын құруға кірісіп кетіпті. Питер докторға келіп көрінсе, "Білмем, деніңіз сау" дейді. "Бәлкім жаман түс көрген боларсыз." "Я" деп Питер, "Менің досым түсінде өлмекші адам болып жүреді. Бірақ ол әрдайым құлап қала береді" дегенде, "Бәлкім досыңа өлмекші адам болудың қажеті жоқ шығар. Әрдайым таңдау бар ғой." Питер ойланып қалады. Бен атамызбен көлікте отырған қайттан еске алып, онда ол, "Балам, сенің ерекше қабілетің бар" дегенде, жігіт, "Жоқ, мен шаршадым. Мен қарапайым паркермін" деп берген қолын алмайды. Шешілді. Ол енді өлмекші адам емес. Костюмін қоқысқа тастап жібереді. Найзағайлы түннен сәулелі күнге ауысамыз. Түрі нұрланған жігіт Нью-Йорк көшесінде жайнап кетіп бара жатыр. Арасында сау кесілмеген баладай құлап қояды өзі. Қайтадан көзілдірігін тағып алады. Мына жерсі қараңдашы. Билігін жөндеп полицейліктің дабылы. Бұл енді оның бас ауруы емес. Адам сияқты сабағын жазып, оқымысты режиміне оралады. Доктор Коннорс жарайсың деп мақтап баптайды. Кешке Мэри Джейннің спектакліне де келеді. Қыз көріп тіптен сөзін жұтып қояды. Сыртта қызға бәрін қайттан бастайық дегендей айтып еді. Қыз оның өзгергенін байқаса да, спектакльге келгенің үшін бәрін қайттан бастаймыз ба? Мен күйеуге шығамын, Питер деп жүріп кетеді. Азанда сол МЖ мен баласының үйленуін жоспарлап миы ашып отқан Жәкеңе қоқысшы келіп наны алып келеді. Жәкең жеңілді, "Мен оны орнына қойдым" деп мақтанып, қоқысшымен 2 сағат саудаласып ақшасын береді.
Көмекшісі бұл жаңалыққа қуанышты емес. Бұл жаңалық жаппай газет беттеріне түседі. Питерге қыздар көз тастап кетіп барады еді, қиылыста біреуді ұрып жатыр екен. Ойланып, жоқ, бұл менің ісім емес деп ары кетеді. Кейіндеу Мэй апамызбен Бен атамыздың басына барып қайтып үйде отырғанда Питер көкемнің өліміне мен кінәлімін. Балам-ау, сен ол кезде кітапханада болдың ғой? Жоқ деп өзінің әлгі қылмыскерді көкесін өлтірмей тұрып тоқтата алатын мүмкіндігі болған жайлы айтып еді, апамыз бірден суықтап, қолын тартып, тұрып кетіп қалады. Шатыр кеткен ғалым мына жақта дерлік құрылғысын орнатып бітті. Тек бір элемент жетіспейді. Гарри тағы ішімдікпен өлмекші жайлы газеттерді ақтарып жатқанда бір кішкентай дүрсіл естіледі. Солға қарайды, оңға қарайды. Бері келіп төмен қараса, Отто, не керек? Менің третиім. Жоқ, сіз қаланы қиратасыз. Оны былай ұстап алып еді, мақұл, бірақ бір шартым бар дейді. Түсіріп, өлмекші адамды өлтір. Жоқ, оны маған тірідей алып кел. Сол кезде іздегенді берем. Оны қайдан табам? Питер Паркер, оның фотографы. Кетіп баратып, бірақ Питерге тиіспеңіз деп айтады. Питер газеттен қылмыс 75%-ға өсті. Өлмекші адам қайда деген газетті оқиды. Кенеттен ар жақтан жанып жатқан үйді көреді. Киімін ашайын десе, костюмі жоқ. Бірақ жай қарап тұра алмай ішке кіріп кетеді. Есті ұрып еді, денесі ауырып қалады. Арғы бетте бөпенің дауысы естіліп тұр. Оны алып баратса, жер қақ ортасынан сынады. Өфтеп, ақыр секіреді. Бөпеде көмектесіп, жалынға жамылған үйден аман-есен шығып, баласын ата-анасының қолына береді. Өрт сөндіруші халін сұрап, басқасы келіп, ішінде тағы да біреу қалып кетіп, шыға алмай қалыпты деседі. Питер тағы да ойланысқа кетеді. Пәтеріне тұрып, мен қалағанымды ала аламын ба? Мен не істеуім керек деген қиын сұрақтармен ойланады. Мистер Дитковичтің Питерді ұнататын, бірақ ұялшақ қызы келіп, шоколад пен сүт ішкіңіз келеді ма деп сұрайды. Десерт жеп алып, Мэй апамыз тастап кеткен хатын береді. Апамызға келсе, қарыздардың кесірінен басқа пәтерге көшіп жатыр екен. Өткендегіні қозғаса, балам ұмытайық, өтті кетті. Шындықты айтып, дұрыс жасадың. Мен сені қатты жақсы көрем деп құшақтап жас төгеді. Генри атты көрші бала, сен өлмекшінің фотографысың ғой, қайда ол? Ол демалыста. Мэй апамыз оның жоқ болып кеткені бізді қапа қылды. Әр адамға ол үлгі тұтатын қаһарман керек. Өлмекші адам сондай еді деп, оны терең ойға салып, келесі кадрда оның тағы да үй төбесіне тұрып, секір жасайын деп тұрған тамашалаймыз. Өзіңді қолға ал, кеттік деп секіріп, тағы да көдін жыртып, мен оралдым деп айқайлап тұрып, оңбай жіпке дуалға соғысып, арқасын зақымдап, арқамай деп қадамдап кетеді. MJ болашақ күйеуімен отқанда, жаным, әлгі фотограф досыңды шақырғым келмей ме? Жоқ, ол досым емес, жай жүрген біреу деп, қане жатшы деп, өлмекші адаммен сүйіскендей терісінен сүйісіп көрмекші болады. Бірақ дәл ондай ерін тоғысы болмайтыны анық. Кейін MJ Питерді кафеге шақырып, өткенде айтқан сезімі жайлы сөйлесейін деп едім десе, жігіт қайттан тормоз ұстап, оған мән берме дейді. Қыз, шынды айтшы, мені жақсы көресің бе дейді. Ойланып тұрады да, тағы да жоқ, жақсы көрмеймін деп айтады. Қыз, мақұл, сенімен бір сүйсейікші, бір нәрсе анықтағым келеді деп, енді сүйсейін деп тұрғанда, оның сезгіштігі бір нәрсе байқап, орындарынан тұрса, тағыдан дүрсіл. Қайдан? Кімнің келгенін түсіндік. Питер Паркер және оның қызы. Сізге не керек? Жігітті тартып алақты, маған өлмекшіні тауып бер. Таппасам ше, онда қызымен қоштаса бер деп, ары лақтырып, сүйісуге құмар қызды алып кетіп қалады. Қирандыда жатқан жігіт жынданып атып тұрады. Сыртқа шықса, көзілдіріктің керегі болмай қалады. Оның күші қайта келген сияқты. Жұдырығын қысып, кек алуға дайын. Шәкеңе көмекшісі келіп, балаңыздың болашақ келіншегі туралы әлі хабар жоқ десе, мен бекер өлмекші адамды қудым деп, ол нағыз қаһарман еді деп, костюміне қарап тұрып, бері қараса, не? Ұры, қылмыскер деп, хаттағы сіздің жылы шырайлы көршіңіз деген оқып, ол босты, жексірін, нақұрыс, маған өлмекеңді алып келіңдер деп, газетке ол оралды деген жазбаны қақ айырып, қайта ұшып шығады. Оны 8 аяқта байқап дайындалыпты. Келесі алып, қыз қайда? Уайымдама, кел маған деп қақтығыс басталады. Құлап баратқанда деп артық түскен темірді алып, оған қадап жібереді. Доктор оны екіге айырып найзадай лақтырады. Жіп жабыстырып төменге тарта кетеді. Құлап баратып пойызға қоныстанады. Адамдар не екен деп аң-таң. Ол былай атады, анау болса былай ұрады. Лақтырып жіберсе, енді төбесінен шетке түсіп шайқасады. Ішке кіріп шығып та үлгереді. Аяқ асты көтерілсе 8 аяқ жоқ. Әйнекке қараса,
құласа да пойызға ілесіп қалыспайды. Ызаға келген дәкең адамдар алып ойыншықтай мә деп лақтырады. Сонда да құтқарып үлгереді. Ай сенде бәлесін деп пойыздың алдына барып жүргізушіні ұрып газды шегіне дейін басып деп қолына тастап чау деп түсіп кетеді. Кездейсоқ маскасы күйіп шешіп қарап қалса жолдың бітуіне ұзақ қалмапты. Алдына тұрып алып не істерін білмей жерге түсіп аяғымен тоқтатпақшы болады. Жоқ, болмайды. Тағы идея бар ма? Көрейік деп жіппен атып тоқтатып құлайын деп қалады. Пойыз жолдың аяғына таяп қалды. Тоқтамай жіптер атып зорға костюмі жыртылып жанын беріп ұстап пойыз жылдамдығы бәсеңдегендей болады. Ақыры пойыз зорға дегенде тоқтайды. Арқан тастағандай қиналған жігіт күші қалмай есін жоғалтып адамдар ұстап қалып бір-біріне беріп ішке жатқызады. Ерге қарап менің баламның күші ғой деп тұрғанда ол оянып маскасы екенін біліп тұрып қалса адамдар уайымдама деп екі бала маскасын беріп біз ешкімге айтпаймыз дейді. Маскасын киіп әйтіп бүйтіп тұрған сойды ол менікі деп Октавиус келеді. Адамдар оған тиіспе деп кезек-кезек алдына тұрып алса, еркек миыңды ашпаңдаш деп былай көшені ашады. Питер қоя беріңіздер деп айтады. Доктор оны бір үпіріп ұйықтатып, Гарридің үйіне келеді. Міне тапсырсын, қайда оны? Мұнда тритим каненді. Сейфін ашып, доктордың көзі жайнап кетеді. Енді өзінің мәселесі. Пышағын алып, міне уақыт келді. Алдымен масканың ішіндегі көрейін деп ашып қалса, Питер жігіт тұра салып, досты, МЖді алып қашып кетті. Жоқ, оған тек трити керек. Не? Ол қаланы жоқ қылып жүреді, Гарри. Сен менің әкемді өлтірдің, Питер деп қайда бастаса, досты, оны қазір талқылауға уақыт жоқ. Октавиус қайда деп сұрайды. Ал ол мұнда құрылғысын қосуға дайындыр. Қасында МЖ байлаулы. Өрмелеушінің силуетін көреміз. Доктор да байқап күлімдейді. Қызға келсе, ол байқамай тұрғандай болып қайта қараса, Ай, Гарри сені өлтіре алмайтын біліп еді. Доктор, құрылғыны өшіріңіз. Әрине жоқ деп шешуші шайқас басталады. Кейіпкерді лақтырып, ол қайта келіп суда жатып шайқасады. Құрылғы қайтадан істен шығып, бәрін өзіне тарта бастайды. Қызды өлім аузынан құтқарып, доктор келіп жерге қадап, енді қаша алмайсың ау деп тықпақ болғанда деп тоқ тартқызып, сонда да өлімнен аман алып қалады. Құрылғы тоймай жан-жағын өзіне тартып жатыр. Тартылыс қала көшелеріне де жетеді. Қармаушылары әлсіреп, енді есін жиған докторға келіп, маскасын шешсе, Питер Паркер, сен ба не? Питер, тәке, оны тоқтатпасақ қараңыз. Әлсіресе де қармаушыларының бірі оны қысып алып, жоқ, тоқтатпаймын дейді. Паркер, есіңізде ма? Ақыл дұрыс жолда қолдану қажет деп едіңіз ғой деп ес салмақшы болады. Дұрыс айтасың. Мына құрылғылар сізді монстрға айналдырып жіберді. Оларды тыңдамаңыз. Кейде дұрыс жасау үшін арманымыздан да бас тартуымыз керек дейді. Қармаушылары тағы миын оламақшы болғанмен, доктор бұл жолы оларды ақыр өзіне бағындырып құрылғыны суға батырып сөндіруге болады деп Питер барайын деп еді, ұстап қалып, жоқ, мен сөндірем дейді. Питерге соңғы рет қарайтты, күнәсін ақтауға аттанады. Бері қарап, оның өрмекші адам екендігін көріп, жыларын, күлерін білмей тұрған МЖді көреді. Дуал құлайдып қалып, көдін жыртып айқайлап, темірді ұстап үлгереді. Доктор болса, құрылғының астына түсіп алып, кезек-кезек істен шығарып жатыр. Туатын әйел сияқты бет жасап алған Питерге анау құласы өліп қалатынмен шәй жоқ МЖ, сен мені жақсы көресің бе дейді. Жігіт екі кинодан кейін ақыры, мен сені жақсы көремін деп мойындайды. Доктор, мен қауышық болып өлмеймін деп соң қадам жасап құрылғыны ақыры құлатады. Питер дуалды лақтырып, артындағы темірден асып түсіп, қызымен ұшып кетеді. Өкінішке орай, қателігін түзеймін деп өзде бақилық болады. Қызына өрмек тігіп, мен сенің өрмекші адам екеніңді әрдайым іштей сезбедім дейді. Питер, бірақ міне менің кесіріммен тағы да қауіпке ұшырадым. Қанша сүйсем де бірге бола алмаймыз деп қызды жібімен төмен түсіреді. Жігітімен құшақтасып, анда бақылап тұрған Питерге көз тастайды. Маскасын киіп ұшып кетеді. Әлі мәң болып отқан Гарриге бір дыбыс естіледі. Кім мұнда? Таныс күлкі. Бері қараса, сенер-сенбес жігіт өліп қалдың ғой десе, жоқ Гарри, мен сенде өмір сүремін. Сен әрдайым жігерсіз, ұстамсыз болдың. Енді сен өлмекші адамның кім екендігін білдің. Өзіңді қолға ал да, оны өлтір десе, жоқ деп ұшағын лақтырып қалса, жасырын бөлмені көріп қалады. Ішіне кірсе, әкесінің маскасы, гранаталары, инъекциялары, тіптен глайдері, қара түнек болады. Ертесі шіркеуде үйленуге дайын тұрған, бірақ түрінде бет жоқ МЖді көреміз. Күйеу бала бәрі оны күтіп тұр. Шәкең де былай қарап қояды. Бірақ ол
жоқ. Қарада қыз келіп хат береді. Бәрі түсінікті. Чәкең әйеліне тойхана қоңырау шалып, экраны ашпай қойсын деп айтты деп бұйырады. Күн нұрында ақ көйлекте қыздың киімі де, өзі де одан сайын нұрланып жүгіріп келе жатыр. Әдеттегідей ойланыста отқан Питер артына қараса, ойлап отқан адамын көреді. Қыз, білем, қауіп төніп қалар деп менен алшақ жүресің. Бірақ сен сияқты мені ешкім жақсы көрмейтінін білемін. Сен әрдайым басқаларды құтқарасың. Сенің де өміріңді құтқаратын адам болғым келеді деп Питер, рахмет Мэри Джейн Уотсон деп сейісіп тұрғандарында полицияның дабылы естіледі. Қыз, алға мен қаһарман деп кейіпкеріміз көңілі көкке көтеріліп, тікелей мағынада самғап, полицейліктердің артынан ермей, олар оның артынан еріп, қаланың батыры келесі жорығына шығады. Достар, фильмнің соңғы 3-ші бөлімін көргеніңіз келсе, 2000 лайк жинап тастайық.